кеттік баланың әкесі. Аты жөнім Құбылан Барышуақ, Марат Махамбетов балам. Мен ағаға бүгінгі біздің болып жатқан ата-анашымыздың қош келдіңіздер. Біздің баламыз мектеп тамағын биыл аттап жатыр. Қадамдарына жүргізсін дегендер. Аман жүрсін. Бізге осы сұрақтар шашады. Сіздер өздеріңіздің ойларыңызды бақытты отбасы қандай болу керек? Бақытты отбасыға, ауызбіршілігі мол отбасына қамқорлыққа берген балалар, ондай балалар көбіне ашық, жарқын ойын жеткізе біледі. Үйде не көрсе, соны ұшқанда соны естейді деп, Мұрат дегенде атаның бірінші отбасындағы жылулық, татулық, қамқорлық, ауызбіршілік, мысалы мейірімділік, сүйіспеншілік, соның бәрі отбасынан алады бірінші. Зейіндері ашылып, білімді болсын деймін. Сосын көңілді болып жүрсін, көңілдері жақсы болса, сабақты сіңімді болады. Жақсы. Бір ауыз сол тілектеріңіз. Бәріміз бақытты болайық. Балдардың дені сау болсын. Үштікте болайық, ата-ана, бала, мұғалім. Барлығы үштікте болса, баланы жақсы тәрбиелеймін деген ойдамын. Оқушылардың қадамы құтты болсын, сабақтары тек 5 болсын. Амен. Дендері сау болсын, сабақты тек 5-ке болсын. Балаларымыздың, ұстазымыздың, ата-анамыздың ауызбіршілігі бір болсын, Оқушылар жақсы оқысын деймін. Барлықтарыңызға көптен көп рахмет. Бұның сыйластық деп ойлаймын. Осылай үнемі ауызбіршілікте, аузымыз бір болса, балаларымыз біздің жақсы тәрбиелі білімді болады деп есептеймін.